Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле отырыңыздар. Таңертең ұйқысынан оянған Ерке тағы мазасы болмай тұрды. Күндегі көріп жүргені осы. Еңсесі бір көтерілмейді-ау шіркін. Күлкіні ұмытқаны қашан. Бір жері ауырып жазылса, екінші жері ауырады. Ол жері қойса, қайтадан басқа жері шығады. Өзіне не болып жүргенін білмейді. Күндегі уайымы осы. Іштей тынып жүреді де қояды. Ауруханаға тексерілсе, барлығы жақсы. Сараптама қорытындысы керемет деп шығарып салады. Бәрі керемет болса, неге ауыра беремін осы дейді. Міне, қазір де сол, дел сал болып тұрғаны. Ештеңеге зауқы жоқ. Жата бергісі келіп тұр. Бірақ өзімен өзі тілдесіп, Ерке, осылай жата бересің бе? Өз-өзіңе кел. Өзіңді жинақта, тұрда сыртқа шық деп қояды. Өзінің ойының айтқанын жасап, сөйретіліп сыртқа шықты. Жатсам жата бергім келеді. Одан да таза ауа жұтайын деп, біраз далада отырды. Ата-анасы барлығы жұмысқа кеткен. Үйде тек жалғыз өзі. Айналаға қарап біраз отырды. Көзіне күн түскенде ғана есін жиғандай. Біраз уақыт болып қалыпты ғой. Жуынып келейін деп жуынуға арналған жерге келді. Ол жерде де кішкентай айнаға қарап тағы тұрды. Ары-бері бетіне қарап. Бұрынғы Ерке қайда? Көлеңкесі де қалмады ғой. Ашық жарқын жүретін едім. Қазір оның біреуі де жоқ. Солғын тартқан, түріне қарап тұрып жымиып қойды. Түрінен еш күлгеннің белгісі білінбейді. Сыртқа жымиып өтірік күлгеніңмен, ішін күліп тұрған жоқ қой. Кімді алдайсың деп, өз-өзіне сөйлеп қояды. Неге бұлай болып кетті өзі? Неге мазам қашып кетті? Әбіржіп те кеттім. Бәрі сол кезден кейін болды ғой. Күлкіні де ұмыттым. Қалай өзімді жеңсем екен енді дейді. Өз ойымен арпалысқан Ерке, ішке кіріп шай ішпестен, тағы жатып қалды. Көз алдына құрбысының алдап ағасына апарып бергені бәрі келе берді. Осыдан 3 жыл бұрын аңғал Ерке, көңілді жүретін, сәл ғана нәрсеге қуана білетін қыз еді. Қалай жұмысқа тұрды, Жансаямен танысты. Жансая аузын ашса, жүрегі көрінетін қыз екен. Еркеге ұнай кетті. Өйткені өзі де сондай көңілді жүргенді қалайтын. Негізі Жансая қаланың қызы. Ауылда тек жұмыс үшін жүр. Өзі бір апаймен бірге бір бөлмені жалдап тұратын. Кейін Ерке пәтерге ақша құртқанша бізге келіп тұрсаңшы деп ұсыныс тастады. Соны күткендей Жансая ол жақтан кетіп, Еркенің үйіне көшіп келді. Еркенің анасын әпшелеп, әкесін көкелеп тұратын. Бұлай көке, әпшелеп жаны қалмай тұратын қызды кім жақтырмасын? Жансаяны Еркенің ата-анасы да жақсы көріп кетті. Құшақ жая қарсы алып, барын алдына тосып отырса, кімнің кеткісі келеді? Жансая сол жүргеннен Еркелермен 2 жыл бірге тұрды. Кейін жұмысын қалаға ауыстырды. Енді 2 құрбы уақыты болса қалада жолығып жүретін. Сондай бір кездесудің соңы Еркенің ақ босағаны аттауымен аяқталды. Алдын ала Еркенің қалаға келетінін біліп, Жансая бәрін ұйымдастырып қойған. Үй іші келін түседі деп, сол күні дайындалған. 2 құрбы кездесіп, сырласып, бірге тамақтанып болған соң, сені шығарып саламын. Тек үйден бір зат алып алайыншы деп, үйіне Еркені ертіп келген еді. Жүрсеңші деп үйіне кіргізді. Қайдан білсін? Жансая Еркенің үйінде емін еркін жүреді ғой. Бұл да солай ойлап кіре қалды. Ішке кіргеннен топырлаған адамдар. Біреуі келіп ақ орамалды жауып жатыр. Түкке түсінбеген Ерке орамалды жұлып алды. Не болып жатыр өзі дейді.
Ашуға булыққанын көріп Жансая Еркенің қасына жүгіріп келе қойды. Жүрші сөйлесейікші деп басқа бөлмеге кіргізді. Кіре сала Ерке ренжімеші. Өтініш, ашуланбашы. Сенімен жақсы құрбымын. Достығымыз ары қарай жалғасын тауып, маған жеңге болшы. Бір-бірімізді танимыз. Бөтеншер емес қой дейді. Не деп тұрсың, Жансая? Мен сенің ағаңа тұрмысқа шықпақ түгілі танымаймын да. Көрмегенмін де ғой. Қызықсың сен. Болмайды, мен кетемін. Алдап алып келгенің не? Мұндайды алдын ала айтып, бірінші ағаңмен таныстырмадың ба? Мүмкін өзіміз сөйлесер медік. Енді келіп сен ортаға түскенің не? Ағам момын. Онша қыздармен сөйлесе алмайды. Аты Ғани. Жасы 29-да. Мен осылай ортаға араласпасам, ол жүре береді. Ерке, менің қандай екенімді білесің ғой. Айтшы, мен сияқты қайын сіңлің болғанын қаламайсың ба деп қиылып тұрды. Келіспей отырған Еркеде ойланып қалды. Жансая әп-әдемі, сүйкімді, жақсы, ақ көңіл қыз. Мұны туған ата-анасы да, ағасы да жаман болмаса керек. Жасымда 24-ке кетіп жатыр. Мүмкін бірінші бақ деп осында қалғанымда дұрыс па екен. Мүмкін менің тағдырым осы шығар деп ойлады. Жарайды, Жансая, ағаңмен сөйлесіп көрейін деді. Қуанып кеткен Жансая жүгіріп барып, ағасын ертіп келе қойды. Ағасы Еркенің ойлағанындай болмады. Түрі мүлде басқаша. Басқа үйдің баласы дерсің. Бетінде тыртығы бар. Шашы тым қысқа. Арық келген қара жігіт екен. Мұны көрген Ерке кішкене алдыңғы ойынан айнығандай болды. Бірақ қайтадан сабасына түсті. Бұл да бір үйдің мәпелеп өсірген баласы. Олай төмендетпейін. Ешкім білмейді. Алдымызда не күтіп тұрғанын деп өзін өзі басты. Не керек түрін ұнатпаса да, мінезі жақсы болар деп, Ерке сол үйде келін болып қалды. Айыпшылар барып, қуғыншылар келіп, жөн жоралғы жасалды. Ертесіне кішігірім қылып беташар жасап берді. Барлық шамалары жеткені осы шығар деп мән бермеді. Барлық қонақтар үйлеріне тарап, Ерке енді өз қызметіне кірісті. Шашылған үй, ыдыс-аяқ бәрін түгелімен жинақтап, бөлмеге кіріп жатып қалды. Ол кезде Ғани бір жаққа шығып кеткен. Сол кеткеннен мол кетіп ертесіне бірақ оралды. Өзі енді ғана келін болып түскен. Оның үстіне ұнатып отырған бұл жоқ. Ғанидың қайда жүргені бәрібір болды. Солай келіндік қызметі жалғаса берді. Ғани бір күн үйде, бір күн түзде жүретін еді. Бірақ қайда кеттің деп сұрамайтын да. Ғани мен жаңа отбасы Ерке ойлағандай болмай шықты. Дөрекі, бір-бірімен айқайласып қала беретін отбасы болды. Шай ішіп отырса, ата-енесі ренжісіп қалса, айқайлап, аузына келгенді айтып отыра беретін. Өздеріне үйреншікті жағдай секілді еді. Олардан туған ұлда қайда барсын? Бастапқы бір аптасында ғана момын сияқты болып жүрді. Кейін өзінің мінезін көрсетті. Сәл ойлағаны болмай қалса, қабағы түйіліп, көзі шатынап кететін. Ондай кезде Ерке қатты қорқатын. Өткені түрі мүлдем басқа болып кететін. Кейде тек қабағын түйіп қана қоймай, бір жұдырық беріп отыра беретін болды. Әке-шешесі де бейғам отыра беретін. Неге ұрдың деген ойда келмейтін. Бір қарап шайларын қайта жалғастыра іше берді. Келгеніне бір айдың жүзі болды. Келгеннен жаңа отбасының сырын әбден меңгеріп алды. Өзінің шыққан отбасына мүлде қарама-қайшы еді. Не жарытып тамақ ішпейді. Ата-анасы жоқтан басқаны айтпайды. Жоқ деп отырса да, үстілеріне жабыстырады да отырады. Өздері үйде көп отырмайтын ана үйге
мына үйге кеттік деп кетіп қалатын. Соңғы кезде ешбір жылуы жоқ үйге келгеніне өкініп те жүр. Неге қалдым екен? Жансаяға қарап отбасы да жаман емес екен десем, жай бәрі іштерінде екен ғой. Сеніп қалған Жансая да қазір өзгерген. Ахаң қол көтергенді шығарды. Сөйлесіп көрші. Мен айтсам айқайлап кетеді десе. Өзің кінәлі. Жөндеп қарасаңшы ағама дейтін болды. Одан кейін айтудың да керек еместігін түсінді. Өз төркініне де айта алмайды. Іштей тынып жүре берді. Күздің алғашқы айы еді. Ол кезде ерке енді көтерген кезі. Алғашқы айдағы жүктілігі ауыр тиіп жүр. Жығылғанға жұдырық деп, өзі әрең жүргенде, еркесі уықтап қалды. Денесі ауырлап, қақсап жата бергісі келетін. Оны түсінген не жолдасы, не ата-енесі жоқ. Тұр, қарнымыз ашты деп тұрғызатын. Ауырып жатырмын. Ғани, маған дәрі алып келші десе, өлмейсің, ақша жоқ. Одан да тұрып шай қой. Ыстық шай ішсең де жазыласың дейді. Амал жоқтан тұратын. Шай ішкенімен басылған тұмау жоқ. Одан сайын асқындай берді. Бір жағына жөтел қосылды. Жөтелгенде іші қатты ауырып кететін. Ауырып тағы бір ай жүрді. Денсаулығын қалай деп жатқан біреуі жоқ. Тек айтатыны, шай тамақ қашан дайын болады дейді. Шыдамның да шегі бар. Бүгін қатты ауырды. Басы сынып ауырып жөтеліп, бір жағынан іші тартып ауыра берді. Ата-енесіне айтса, ештеңе істемейтіні анық. Ауруға шыдай алмаған ерке. Болды, не болса о болсын. Анама айтамын деп шешті. Анасына хабарласып барлық жағдайды айтты. Сөйлей алмай жылап қалды. Қызының қиналып тұрғанына шыдай алмаған анасы, әкесін ертіп еркеге келді. Ішке кіргеннен ата-енесі, ой құдағи қайдан жүрсіз деп жымиып шыға келді. Ерке ауырып қалыпты ғой. Жаңа хабарлассам, ауырып жатырмын деді. Жаным тынбай, әкесі екеуміз жағдайын білейік деп келдік. Жай тұмау ғой. Терезені ашып жүреді. Содан салқындағанда, айтпесе, сап-сау деп қойды. Мұнысын естіген анасы ашуы келді. Бірақ онысын көрсетпейін деп, қазір тұмау қиын. Алдын алмаса асқынып кетеді. Сондықтан, таныс дәрігеріме апарып келемін. Бір ем қабылдасын. Мейлі, өзің білерсің. Айтпесе қорқатындай, ештеңе жоқ қой деп бейғамдыққа салынып тұрды. Іште баласы бар емес пе? Жүктіліктің алғашқы айында қауіпті болады. Мен де медбикемін. Сондықтан білемін деп, еркеге киініп дайындал. Қазір дәрігерге барамыз деді. Еркеде дәрігер дегенге, неше күнгі уайымы сейілгендей, иығынан ауыр жүк түскендей қуанып кетті. Жазылатын болдым. Ауырғаным басылатын болды деп, қуанып тезірек киініп жүр. Ауырған адамға азанда сау оянғанның өзі бір бақыт қой шіркін. Ата-анасы таныс дәрігеріне апарып көрсетті. Тексеріп, асқынып кеткен. Тамағың бәрі іріңдеп тұр. Осылай жүре беретіндей не болды? Неге ертерек келмедің? Қазір саған дәрілер, екпелер беремін. Соны салдырып емдел. Сосын анаң сені жүкті деп еді. Менен шыққаннан кейін әйелдер дәрігеріне де көріне сал деп жіберді. Үйіне барса қайта шыға алмайтынын білді. Ерке барлық жұмысын анасы барда бітіріп алғысы келді. Әйелдер дәрігеріне көрінді. Ол ультрадыбыстық сараптамаға жіберді. Ол жерде істегі бала дамымай қалған. Дәрігеріңе қайта бар. Сол кісіге мына қағазды бересің деп жіберді. Қайтадан дәрігерге барды. Бала болмайды. Іште жатып дамымай қалдыған. Алдыру керек. Осылай шыдап жүре берсең, ішіңде шіріп кететін еді. Дер кезінде келіпсің деді. Не керек сол дәрігердің айтқанын жасап,
ішін тазалатып үйіне келді. Өзі дым әлі жоқ. Анасы сүйемелдеп әрең кіргізді. Келе сала ата-енесіне болған жағдайды айтты. Қолдау күтіп еді. Қолдаудың орнына әкесі мен анасына тіл тигізіп, тыныш жатқан баланы алдырып келіп отырсың. Әдейі ауырып жатырмын деп, шешеңді шақырттың ба? Осы ма еді сенің тілегенің? Баланы әуел бастан алдырып тастау ойыңда балған екен. Сапсау жүредің ғой. Анаңмен ақылдасып, жасап отырған тірлігің деп одан сайын сөйлей берді. Еркенің анасы аң-таң болып тұрып қалды. Сосын есін жиғандай. Құдағи, не болды? Қызымды түтіп жеп барасыз ғой. Мен қасында тұрғанда осындайсыз. Мен кеткен соң не болады? Біліп сөйлеңіз бірінші не болғанын. Бала керек екен. Қаратпайсыз ба? Отырдыңыз ғой үйде ұстап. Енді келіп бала керек болып қалыпты. Менің ашық жарқын қызымды әбден басып бітіпсіз. Не өзінің айтқанын жасай алмайтын. Қорқақ біреу қылып бітіпсіз. Өзіңізде де қыз бар. Кішкене мейіріммен қарасаңыз қайтеді деп біраз жерге барып қалды. Ерке жүр, қалдырмаймын сені. Мен кеткенде сені түтіп жеп қояр. Ана баласы да келіп қосылып жабылмаса, ол да қорғап қала алмайды. Ақыры, ұстап тұрған бала жоқ. Жүр кеттік. Киімдеріңді жина. Ертерек беттері ашылғаны дұрыс болды. Әйтпесе өмір бақи отырар едің. Осылардың бетіне қарап. Жүр деп киімдерін алып Еркені ертіп, үйден шығып кетті. Артынан аузына ақ ит кіріп көк ит шығып, қарғап сілеп неше түрлі сөзді айтып, енесі қалды. Бірін естісе, бірін естімеген күйі ұзап кете берді. Үйіне қайтып барған Ерке үйден шықпайтын. Ешкім қайтып келгенімді білмесе дегендей тығылып отыратын. Өзіне қарауды қойды. Жата беретін. Анасы қызын көрген сайын жүрегі ауырып, қанша өзінің қолдауын білдірсе де, еш әсер еткен жоқ. Уақыт зымырап өте берді. Артынан ешкім келген жоқ. Тек Жансая хабарласып еді. Тұтқаны анасы алып бармайды. Енді ұмытыңдар деді. Содан кейін ешкім хабарласпады. Міне, содан бері 3 жыл қалай өтіп кеткенін білмей отыр. Бүгін анасы жұмыстан ерте келді. Келе салып қызының бетінен бір сүйіп саған айтар жаңалығым бар. Аудан орталығына бір кісі келіпті оқытылатын. Енді керемет біледі деп отыр. Соған оқытуға апарамын. Ауруханада сені жақсы деді. Мүмкін қазақшылыққа көрсетейін. Мүмкін осы кісіден шипа қонар дейді. Ерке анасының көңілін қалдырғысы келмейді. Жарайды, барсақ барайық деп қалды. Негізі осы уақытқа дейінсе қазақшылыққа оқытылған, бірақ еш өзгеріссіз болған еді. Ана шіркін, қалай болса да, емі тисе екен деген үмітпен тоқтағысы жоқ. Қай жерде жақсы дәрігер, немесе молда кісі бар десе, көңілі елең ете қалатын. Өткені көз алдында солып бара жатқан қызына жан ашитын. Ертесі таңертең Ерке мен анасы аудан орталығына барды. Емшінің үйін тауып алды. Адам лық толы. Емші кісіні күтіп біраз отырды. Бәрі жаны үшін келіп отқаны анық. Іштен шыққандары үміті қайта жанғандай, көздері жайнап шыға берді. Мұны көрген анасы да, қызыма ем болса екен деп тілеп отыр. Кезек Еркеге келді. Анасы екеуі ішке кіріп жайғасты. Қызыма не болып жүр айтыңызшы деп, үлкен үмітпен емшіге қарап отыр. Ұзақ тамырын ұстап, бетіне қарап отырып, біреудің қарғысын алған екенсің деді. Анасы жалт қарады. Кім екенін біліп отыр. Ерке кеткенде енесі артынан неше түрлі былапыт сөздерді айтқаны есіндеді. Кісі қайта сөзін жалғастырды. Сол қарғыс сенің артыңа келіп қадалып тұр. Содан сенің
еш еңсең көтерілмейді. Қарғысты кетіру үшін сол кісілерге барып кешірімін алу керек. Бірақ онда барғың келмейді ғой. Болмаса өзің намазға жығылда кешірім сұрай бер. Содан жақсы боласың деді. Сенде басқа ауру жоқ. Тек осы деп шығарып салды. Үйіне келе салып анасы намаз кітапты Еркенің алдына жайып жіберді. Әзірге қарап жаттай бергін. Ертеңнен бастап менімен бірге оқырсың деді. Анасының да таң намазын оқитыны бар еді. Қалай жығылатынын үйретемін деді. Ертесіне анасы мен қызы намаз оқуды бастап кетті. Ерке үшін таңертең тұру оңайға соққан жоқ. Бірақ жан керек. Қиналса да тұратын болды. Бастапқыда еш нәтиже жоқ деп жүрген Ерке, уақыт өте өз-өзіне келе бастады. Көзі ашылғандай болды. Сенімнің арқасы ма, денесі де жеңілдей түскендей. Уақыт өте өзін өте жақсы сезінетін. Өзіне, айналасына қарай бастады. Солай өзінің бұрынғы, ашық жарқын, қалпына жайлап келе бастады. Содан бері 2 жыл тағы артта қалды. Қазір Ерке айлығы жақсы жерде жұмыс жасайды. Бірақ әлі жалғыз. Бұрын қиын жағдайды бастан кешірді деп ойламайсың. Қиындықтың бәрін жеңіп, бәрін артта қалдырды. Тек жүрегінің түбінде ғана бұрын тұрмыс құрғанмын деген ой ғана тұрады. Үйленуге ұсыныс тастап жүрген жігіттер де баршылық. Бірақ асығып отырған Ерке жоқ. Ой елегінен өткізіп, барлығын саралап шешемін дейді. Бұрынғы аңғал Ерке қазір есейді. Қазір адамды тани бастадым деп отыр. Адам, ата енесі, жолдасы туралы мүлде хабарсыз. Тек Жансаяның тұрмыс құрғанын естіпті. Мен ештеңе демеймін. Біреуге жамандық тілемеймін. Маған көрсеткені үшін жазасын алары анық. Бірақ жақсы сөз жарым ырыс демекші, жақсы сөз сөйлейікші. Ешкімді қарғамайық. Сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады деген осы шығар. Қарғыстың соңы қалай боларын өзімде көрдім деп отыр.